Совет орта мектебінің 10 сынып оқушысы Елібек қызы Дидар. Бауыржан Момышұлы, тырнақтап жина әр жерден. Еріккенен жазылған елге ермек бола алмас. Зеріккенен жазылған зерттеуге белгі бола алмас. Ылғи алтын іздеме, қазына оған тола алмас. Сұлу сөзге қыл болма, зеректік онда көп болмас. Қол аяғы болмаса, орнынан адам тұра алмас. Қанатын жайып ұшқанмен құйрықсыз қыз қона алмас. Талабы таудай болса да, барлығын жалғыз бере алмас. Тырнақтап жина әр жерден, асылын елеп теріп ал. Көзгелместен тастама, кірпікшіз үй қыра алмас. Бауыржан Момышұлы, арман жар. Қолаң қара шашы бар ашаң жүзді, қыр мұрын, қиылған қас қара көзді. Толықша сұңғақ бойлы алма мойын, тиісті жауап бере майда сөзді. Кең иық, әмкелделі қымырсқа бел, сипатты, салдың атты көргенде ел. Ақтамақ, оймақ ауыз ауыр мінез, көз талмас, көрінгенге көңілі ер. Жырқылдақ, әсір енді сылан емес, ұнбетті, бояу ерін қылан емес. Қылығы оларсыз-ақ жарасып тұр, ойыңа ой қосады берсек емес. Бауыржан Момышұлы, ескертпе. Найзадан қол босаса қалам алдым, толғанып, оқиғаны көп ойландым. Тұрмысып әл келгенше көргенімді, жалтақтамай, именбей ашық жаздым. Отырсам көп ойланып күнім жақын, әр адам біле бермейді сөздің парқын. Ұрпаққа арнап істелген адал еңбек, ақ ниетпен ұсындым саған халқым. Жазушы болмаған соң менің затым, көркемді жұмыр емес жазған хатым. Салмақтайтын саналы ер табылса, атаусыз неге қалсын менің атым. Бауыржан Момышұлы, ана тілін ардақта. Көшеде бояу ерін сылқылдаған, бұлдырлап, орысшалап жырқылдаған. Ұмытып ана тілін салтынасын, не қалды тілімізден жыртылмаған. Отбасы түсініксі жатқан бұлдыр, газетте қазақ сөзі шылдыр молдыр. Оқысаң алып кітап шымшытырақ, опырмау, сандыр ақпа бұл не бұл жыр. Ер жеткенде сөйлейді орысшалап, кім отыр сөз қырлысын қынап-сынап. Папасы мен мамасы шүршіт болып, күйдірдау, шүршіт бала жылап.